Қалайсыңдар? Біраз болды көріспегелі. Иә, біраз жаңалығым да бар менің. Иә, әкеміз өз ойын күрт өзгертті. Қашанғы мойнымызда отырасыңдар? Ешілеріңді алыңдар да бөлік шығыңдар. Қысқасы, Берік аға мен Айсұлу жеңгем еншілерін алып шығып кетті. Бөлек. Алло, иә, сен мені естірсің ба? Ал Берік ағам мен Айсұлу жеңгем болса, шетелге кетіп қалды. Сол жерден бизнес қосып алды өздеріне. Қасына барсаң, сенімен де сөйлесең. Онда тұрған не бар? Мен де жалғыз қалған шақтарымды осылай істеймін. Ой, сен де. Бірақ қазір мен үйдің жалғыз келінімін. Супер келін өзіммін. Әрине, супер ененің арқасында. Иә, үй жинау, тамақ пісіру, тағы үйдің түрліктерін енді өзім істеймін. Қызықтың барлығы енді басталатын секілді. Ол өзімен өз емес. Әлгі наушник дей ма? Сол арқылы телефонмен сөйлесіп жүріпті. Айтты. Техниканың дамығаны соншалықты. Адамды сыртынан жынды қылып көрсетеді екен ау, е? Иә, түсіндім. Жақсы, содан кейін хабарласармын. Сау бол. Дастарханды жайып қойдым, жүріңіздер, тамақтанайық. Енді шайды мұнда жасай салсаң да болатын еді ғой? Біздер төртеуміз ғанамыз ғой. Ас үйге де сиямыз. Ой, есімнен шығып кетті ғой, балалардың көшіп кеткені. Әлі олардың көшіп кеткенде үйрене алмай жүрмін ғой. Жүріңіздер, шай ішеміз. Неге мұнда отырсыңдар? Енді ана бөлмеде төртеуміз шошайып қалай отырамыз. Сонда не біз залда тек серіктерге бола шай ішетін едік? Көп сөйлеме, шайың іш. Қолың жудың ба? Анашым, мен ұйқыдан тұрғанда тек қолымды ғана емес, бетімді, оған қоса тісімді де жуам. Шай іш. Әлберіктер хабарласты ма? Өткенде хабарласқан, бәрі жақсы деген. Содан бері хабарласпады ма? Мен оларға 18 сағат сайын хабарласып тұрыңдар деп тапсырма берген. Әке, егерде олар 18 сағат сайын хабарласып тұрса, онда жиған тергендердің барлығы телефонға кетеді ғой? Иә, роуминг қымбат қой, әке. Ей, роумингтен де ата-ананың уайымсыз отырғаны қымбат. Рұқсат болса мен тұрайын. Тым жемедің ғой? Тойып отырмын. Түсімде ресторанда болғам. Кіммен? Аружан, барып киімдерін дайындап берші. Өткендегідей бір нәрсесін жоғалтып жүр тағы да. Алло? Иә, өте әдемі. Айта бер. Сосын? Не істеп жатсың? Мен саған кейінірек хабарласам бола ма? Қазір Ерікті жұмысына шығарып салайын. Мәссаған. Мен саған ол жаңалықты айтпадым ба не? Иә, біздің Ерік банкке жұмысқа тұрды. Енді біздің үйде бір банкир бар. Жұмысы жылы, жақсы, таза жерде. Иә, жарайды. Кейінірек хабарласып барлығын өзім айтып беремін. Сау бол. Осы бар ғой сен наушнигің бір күннің басына таяқ болып тиеді. Қойшы, Ерік. Жұмысыңа дайындал тезірек, кешігіп қаласың. Айтпақшы, мен әкенің сағатын тағып кетем. Іздеп жатса айтарсың. Ашып айта алмадым саған ойларымды, қоя бердің ұнаттың нәзік шыдамымды. Көзбен атып қарадың, көздеп жүрегімді. Бұл ойынның шартыңа өзіміз күндік іздеп бағымызды. Мен өзіммен бірге бақыттымын осы күнге. Бері қарай жақында, сен артымнан қалма. Ең қызығы алда, өзің бойымда адреналин қанда. Бері қарай жақында, сен артымнан қалма. Ата! Ең қызығы алда, Апу! өзің бойымда адреналин қанда.
Сәлем бер жеңше. Жеңше. Аружан? Айналайын шыға қойшы енді. Жоқ, апа, шықпайым. Сіздер де тығылып қалыңыздар. Полиция келгенше бөлмеден шықпаңыздар. Қайдағы полиция? Үйге ұры түсті. Мен дер кезінде артыма қарамағанда ол мені ұрышы еді. Ай, көкем-ау. Ол сенің қайнының ғой. Ауылдан келген. Осында университетте оқиды. Әке, егер ұры сізді қорқытып солай айт деп жатса, есікті 2 рет түртіңіз. Мен барлығын түсінем. Мен кинодан көргем сондайды. Бұл қайсысы дағы? Мені алып кетуге келген полиция шығар. Я не болды еламан жұрт тынышта. Таң атпай хабарласып, елді дүрліктіріп. Кішкене туысқандармен дұрыс хабарласу керек қой аға. Нерге қол қойыңыз еді келдік қой біз. Бұл не? Бұл деген жүзекке қоңырау шалдыңыз ғой. Үйге түрі жаман, шашы алба-жылба, ұсқыны нашар адам ұрлыққа түсті деген қоңырауды растайтын қағаз. Түсіндіңіз ба? Жігіттер, кешірерсіңдер еді. Бір түсініспеушілік болды. Айыпқа бұйырмаңдар. Жарайды, ал сен бауырым, шашыңды ретте. Дұрыстап кейін. Сөйтті адамды қорқытпай жүр. Түсіндің ба? Жақсы, сау болыңыздар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Жақсы. Сау бол. Сен аштан келдің бе, жоқ жатақханадан келдің бе? Жайлап жесінші, түйіліп қаларсың. Тиме? Жей берсін. Студент кезінде өзіңді осылай жүрші едің ғой? Мен студент емес, әскери училищенің курсанты болғам. Сондықтан тәбетім жақсы болды. Ештеңе етпейді. Сүрту үшін, жинау үшін жүрміз ғой мұнда. Кешіріңіздер. Ештеңе етпейді. Оқуың қалай? Оқуым жақсы. Жатақханаң жайлы ма? Иә, жайлы. Жатақханада беделді еріктілер қатарында бос кезімізде концерт ұйымдастырамыз. Ауылда маған студенттік өмірдің бұндай қызық екенін ешкім айтқан жоқ қой. Дәл қазір бәріміз тұрамыз да, ортаға шығып билет жасаймыз. Шайқас отырыс жасайықшы. Ай! Бұл не? Апай, кешіріңізші. Группаласым туған күн еді. Соны атап өтіп жатыр едік қой. Сендер группаластармен подряд дүниеге келгенсіңдер ме? Осы айда 9-шы туған күн ғой мынау. Апай, кешіріңізші. Соңғы ескерту берсеңіз. Соңғы ескерту саған. Ертеңнен бастап бұл жатақханада сен тұрмайсың. Апай, қалай тұрмайсың? Мен баратын жерім жоқ қой. Әзірге бәрі жақсы. Не, айтпақшы, бергі ағалар қайда? Бергі ағаң шетелде, сонда жұмыс істеп жатыр. Серіктер бөлік шығып кеткен. Иә, үйде 4-еуіміз ғана. 4 адам, 4 қасық, 4 жастық, 5-шісі жоқ. Жұман. Ана теледидарды қашан жасайсың? Сериалдарымды көре алмағаныма 1 апта болды. Ай сол, теледидарды сен сериалдарын көрді. Күндіз түні қосылып тұрады. Бұзылмағанда қайтсын? Апа, өзім жөндеп берейін. Мен техникадан хабарым бар. Ол сенің ауылдағы мотоциклің емес. Техника дей салатын. Ол соңғы үлгідегі теледидар. Хабарым бар деп отыр ғой. Саған салса, я өзің жасамайсың. Я біреуге жасатпайсың. Айналайын, жасап бере қойшы. Жасап берем. Жақсы. Үйде бұл. Кешке ағаң келеді, амандасасың. Мұна үйді өзің үйіңде көр. Жақсы ма? Сонда мынау ағанікі ғой, Иә.
жуып қоямын сосын. Жеңше, кір жуайын деп отырсыз ба? Жеңеше демеші мені. Жеңеше деген кезде мен өзімді қатты кәрі сезініп қаламын. Кәрі емес жеңше десем ше. Шынымен кір жуайын деп отырсыз ба? Иә. Бастап қоймаңызшы, мен де кір салайыншы. Енді онда кір машинасын өзің қосып, кір киімдеріңді сала салсаң болады. Егер де қоса алсаң әрине. Қоса аламын? Жарайды. Пульттен емес сияқты. Розетке тоқ келіп тұр. Неден болды екен бұл? Құрысын. Жаңағына тамақ ішіп едің ғой? Батарейка жеп отырған. Бұл техника ғой. Мен не істеп отқанын білем. Неден болды екен ма теледидар? Үйде болгарка бар ма, апа? Болгарка? Иә. Болгарканың тәп сол теледидарға қандай қатысы бар? Жоқ, енді жалпы үйлеріңізде болгарка бар ма, жоқ па деп сұрап жатқаным ғой. Ербол, Ау, мә, әрең таптым. Көршілерден сұрап алып келдім. Жөнделудің түрі бар ма? ара уже қажет жоқ, ата. Тағы бір нәрсе керек болса айт. Тағы бір нәрсе әкелетін болсаң, мына бөлмеге ремонт бастасақ болады. Ата, апа, шаруаларыңызбен жүре берсеңіздерші. Мен жасап болайын бәрін дұрыстап, сосын шақырам өзім. Менің барлық шаруам осы теледидардың ішінде. Басқа шаруам жоқ. Қой, әміне, жүр кеттік. Кедергі болмайды балаға. Алло, Есет. Қалайсың? Көмек керек болып тұр. Мен 2 апта бұрын жатақханадан шығып кеткенмін ғой. Сол қазір тұратын жердің варианты шығып тұр. Тума туысқандардың теледидарын жасап беру керек. Үш тоқ. Иә, 3 тоқ бар. Қайсында тұру керек? Мен қайдан білем, мен сенен сұрап тұрған жоқпын ба соның бәрі? Аха. Басқа теледидардан қара дейсің ба? Жақсы. Тек соны үшеуін бір-біріне қоян болды. Жақсы, рахмет. Сарыға, аққа, қызыл-қызылға. Түк қиындау жоқ екен ғой. Түсінікті. Саперлар сияқты қызыл, сары, көк деп немене ана сымдарды былықтырып атсың. Байқа, шатысып кетіп, бомба құсап атыл кетіп жүр ме? Жоқ, ата. Мен ауылда деген талай телевизор жөндегем.
Қазір мына сарыны алып, мына сарыға тығып. Ой, сенен сапер шықпайды екен балам. Не болды? Артық қылам деп тыртық қылдың ба? Аман ба өзі? Су әкелші, су әкелейін қазір. Су, апа, су. Ербол айналайын. Жатақхананың нешеде жабылады? 11-де. Сағат қанша болды? Кешігіп қалмайсың ба? Жоқ. Мына жерге не болған? Көл болды. Ренжімеңіздерші. Мен теледидарды жөндеймін деп тіпті ұмытып кетіппін. Екке мені құйрығын ұстаған суға кетеді деген. Енді отырсың мынау судың ортасында. Ербол, анау қолыңдағы не? Тряпка? Қайдағы тряпка, бұл менің шалбарым емес па? Жыртық қой. Жыртық, қазір сәнде. Біле білсең моданың не екендігін. Мен онда алты модный нәскиімді қоқысқа тастап жіберіппін ғой. Ең болмағанда енді кірді дұрыстап салған шығарсың. Оны салдым ғой. Еркош, сен ақ киімдермен бірге өзіңнің қызыл спортивкаңды салып жібергенің не? О, тоба. Ербол ай. Бүгінгі күні біте ма өзі? Теледидарды сындырдым, шай төктім. Жуынатын бөлме мынау. Ана ақ киімдер ортаға. Бұл үйде де ұзақ тұрмайтын сияқты. Мынау негізі өзі ақ көйлек еді. Ештен кетпейді. Есесіне ақ көйлегін тастамайды екен демейді. Иә, бір жағынан. Тағы басқа көйлегімді беріп, сарыға боятып алам ғой деймін. Ой. Мынаны Ережан кимейді ғой енді. Апа, негізі өзінің түсі сондай. Еш өзгермейді. Ештен кетпейді. Қызыл киіп жүрсе, есесіне көз тимейді. Қайда кетті екен, е? Аяқ бітіп жоғалып кете қойған жоқ шығар. Бір күні осы үйде адам жоғалады. Әмина, мен сағатымды көрдім бе? Кеш батқанда не істейін деп едім ғой? Ол әскери өмірімнен қалған ең қымбат естелік. Әскери өміріңнен қалған ең қымбат естелік, ол бүйрегіңе тиген суық. Кім алады дейсің, отырған шығар бір жерде. Барлық бөлмені қарап шықтым. Енді біреу кіріп алып кетпеген шығар. Айтпақшы, мен Еркоштың шығып бара жатқанын байқағам. Ол анда не жүр? Ербол? Жүрші, әңгіме бар айтатын. Қазір айтамын, кішкене алып түсіріп тастайын. Жақсы. Әй, не болды, Ербол? Баланың денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ. Бала зорыққан сияқты. Уақытылы тамақтанбау, дұрыс ұйықтамау, уайым, соның бәрі әсер етеді ғой. Оның үстіне тоқ соқты дейсіздер. Тоқтан қауіп жоқ, бірақ балаға демалыс керек. Таңертең полиция,
Енді міне дәрігер бізге өрт сөндіруші ғана жетпей тұрған сияқты. Әй, сонда бұл бала ұйықтамай, тамақ ішпей, сонша не істеп жүрген ей? Қайда өзінің телефонын берші маған, кураторына звондайын. Міне, куратор тұр ғой. Қазір, телефон соғайын. Алло? Жұлдызбай Берболдың кураторсың ба? Әй, сендерге сеніп тапсырған студенттерге неге жөндеп қарамайсыңдар ей? Тамақ ішпеген, ұйықтамаған, не істеп жүрсіңдер өзі, а? Әй, мә, сөйлеш сен. Қатты шоламаңыздар. Науқасқа демалыс керек қой. Менің қажетім жоқ сияқты, мен жүре берейін. Мен шығарып салайын қазір. Жүріңіз. Тыныштық па? Есіктің алдында жедел жәрдем тұр ғой. Айттым мен саған. Анау наушнигің бір күні басына таяқ болып тиеді. Мен емес. Жүріңіз. Әке, не болып қалды? Ауып қалды. Бес күн бұрын жатақханадан шығарып жүріп деле болды. Жатақханадан шығарып жүріпті? Сол екен ғой. Баратын жер болмағаннан кейін, ана менің сағатымды да алғаны сол. Қайсы сағат? Ана офицерский сағатыңыз ба? Иә. Оны мен тақып кеттім ғой. Әке? Аружан, сен айтпағансың ба? Қашан? Айтпақшы, мен әкенің сағатын тағып кетем. Іздеп жүрсе, айтарсың. Иә, мен оны ол кезде сені естімеген. Ой, айттым мен саған анау наушнигіңді құрт деп. Жақсы, мен онда жатақханаға барайын. Әйтпесе, кешіксем кіргізбей қалады. Тыныш. Ербол. Ау? Өлсең де шындықты айтып өл. Жатақханадан шығарып жүрген неғып бізге айтпағасың? Немене, бұл қалада бізден де басқа жақындарың бар мейді? Біз бола тұра 4-5 күн көше кезіп жүргеніңді ауылдағылар естісе не дейді? Елден ұят емес пе? Болды. Бүгіннен бастап бізбен бірге тұрасың. Түсінікті ма? Рахмет, Жұман ата. Сіздерге бірден шындықты айтпағаныма өкініп тұрмын. Ештен кетпейді. Бұдан былай өтірік айтушы болма. Айтпаймын. Ассалаумағалейкум. Бақытты болар. Бақытты бол. Ассалаумағалейкум. Амансыздар. Ой, рахмет. Міне. Бізді бөлек шығарып салып, орнымызды суытпай басқа бала асырап алғансыздар ма? Жай жүрсіңдер ме? Қонаққа келіп қалдық. Өздеріңіз алыңыздар. Ербол қайда? Ербол! Бастысы басым бұрыз. Жас қой. Осы бар ғой, сен наушнигің бір күні басына таяқ болып тиеді. Наушнигің ба? Я наушником. А что ты угорал? Ты угорал, я тоже угорал. Айтпақшы, мен әкенің сағатын тағып кетем. Іздеп жүрсе айтады. Я тоже.
жаныма жылы берді. Сен бердің маған, көргенде өзіңді ғажап күйген